Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Израиль елінің таңғы асы шакшука тағамымен таныстырғалы отырмын. Дәмі өте керемет болып шығады, достар. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ең алдымен табамызға майымызды құйып, қыздырып алып, оның үстіне пиязымызды турап салып, қуырып алатын боламыз. Бір дана тәтті бұрыштарымызды да видеодағыдай туралап, пияздың үстіне қуырамыз. Ендігі кезекте қызанақтарымыздың ортасынан бөліп, теркамызбен өткізіп аламыз. Қабығы қажет емес, ішкі суы қажет болады бізге. Достар, менің қазақша контентті каналымды қолдап, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздерді әр елдің тағамдарының рецебімен бөлісіп отыратын боламын. Қызанақтарымызды да салып, араластырып, қуырып алатын боламыз. Қуырылып жатырған көкөністеріміздің үстіне 3 дана сарымсақты теркадан өткізіп салатын боламыз. Жұмыртқаларымызды да бір-бірден салып шығамыз. Мен бұл жерде 5 штук жұмыртқа салған болатымын. Сіздер өздеріңіздің отбасыңызға қарай салып шығыңыздар. Дәміне қарай тұз, бұрышын және паприкамызды қосуды ұмытпаңыздар. Ең соңында үстіне аскөкті қосатын боламыз. Оның кептірілген түрін таңдасаңыздар да болады. Біздің шакшука тағамымыз дайын болды. Ас болсын баршаңызға.